Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын таңғы асты бірге әзірлейтін боламыз. Нанмен қосып жесеңіз де өте дәмді, сочный болып шығады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұсақтап туралынған пияз қажет болады және қызанақ қажет болады. Сарымсақ, тәтті болгар бұрышында дәл солай турап аламыз ұсақтап. Енді адам санына байланысты жұмыртқа және кез келген приправа қолдансаңыздар болады. Алдымен табамызды қыздырып алып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған кезде үстіне пиязымызды салып, бір 2-3 минуттай араластырып, қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылып болдау дегенде үстіне тәтті болгар бұрышын қосып, тағы да бір 2-3 минуттай қуырамыз. Содан соң үстіне ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Және қызанақты салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызанақты теркадан өткізіп алсаңыздар да суы шығып, өте керемет болады. Мен осылай ұсақтап турап алдым. Енді қызанақ кез келген приправа пайдаланамыз. Мен паприка, кориандр және қара бұрышты қостым. Дәміне қарай тұзымызды салып, барлығы суы шыққанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі помидордың суы шыққанына байланысты сочный болады. Енді жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа салғаннан кейін оттың астын бәсеңдетіп, баяу отта бетін жауып, бір 10 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің таңғы асымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай әрі дәмді, сочный, мощный болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.